Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті бауырлас Түркияға көмек қолын созуда. Басқарма төрағасы ректор Мұхтар Төлеген университеттің түрік тілі мен әдебиет оқытушылары, Түркия азаматтары Садуллах және Гүлбану Думанмен кездесті. Еске сала кетсек, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметке нақты тапсырмалар беріп, шұғыл көмек ретінде 1 миллион ақш долларын бөлуді тапсырған болатын. Сонымен қатар отандық құтқарушылар Түркияның жер сілкінісі болған аймақтарында іздеу құтқару жұмыстарын жалғастыруда. Осымша көмек ретінде Қазақстаннан 55 тонна гуманитарлық көмек жөнелтілді. Өзіміздің университетімізде Түркиямен бірлесіп жұмыс жасап жатқан волонтерларымыз бар. Осы Садуллах Думан, Гүлбану Думан деген оқытушыларымыз бар. Сол оқытушылармен кездесу ұйымдастырдық. Әрине университетіміз тарапынан жаңа гуманитарлық көмек көрсетіп жатырмыз. Ол гуманитарлық көмек ары қарай жалғасатын болады. Және де біз осы Газиантеп, Кахраман-Мараш, Хатай, Османия, Адана және басқа қалалар 10 қалада болған осы зілзаладан қайтыс болған кісілерге көңіл айтамыз. Қарапайым азаматтарды өз күштерімен жылу жинауда. Бұл егістен Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінің ұжымы да қалыс қалмады. Қазақстанның барлық қалаларында қазір ел жинанып, ақшаны или любой нәрсені, тамақ, ас, боз үй сияқты сабырайып, мен өте разымын. Мұндай жақсылықтарды көргенде, анда өзімде misal hazır ойлаймын, Құдайға шүкір, мен де мұндай жақсы бір елдің ішінде жұмыс қыламын, еңбек қыламын. 2,5 жыл болды. Біз жақсы bir ұлттың балаларына қараймыз, қызларына қараймыз, оқытамыз. Bardıq qalalarda el dağı özü kolunda emne bolsa bardığını jiberiptir. Biz öte razı bolganbız sizlerge. Biz bu günü biz bir kanday bavurdaş bolganımızı bir yolu dağı sezim dedik sizlerden bu kömeklerinizge karaganda. Bardığınıza ülken rahmat. Сондай-ақ университеттің мейір-меріктілер қозғалысы облыстың басқа жоғары оқу орындары мен колледж волонтерларымен бірге аймақ тұрғындары жинаған 35 тоннадан аса гуманитарлық көмекті тиеуге көмектесті. Жүк көліктеріне тиелген заттар ішінде тағам өнімдері, төсек орындар, термостар, жеке гигиеналық заттар, жылы киімдер бар. Айта кетейік, бұл гуманитарлық көмек өңірлік волонтерлар фронт кеңсесі және бірге жақсылық жасаймыз қоғамдық қорының ұйымдастырылды. Ауыр сынаққа төтеп беруіне, көмек жарақтарға және олардың осы сынақты қиыншылықсыз өтеуіне көмек беру үстіндеміз. Соңғы мәлімет бойынша Түркияда зілзаладан көз жұмғандар саны 35 мыңнан асты. Өкінішке қарай қайтыс болғандардың ішінде қазақстандықтар да бар. Оқу орны ұжымы бауырлас түрік еліне қажет көмектен аянбайтындықтарын жеткізіп, табиғи апаттан қайтыс болғандардың туыстары мен жақындарына қайғырып көңіл айтады.